Армысыз көрермен, эфирде гимназия жаңалықтары. Студияда мен, Жұмахан Анар. Бүгін көретіндеріңіз. Спорт тек жарыс емес, жеңіс пен жігердің, бірлік пен белсенділіктің айқын көрінісі. 7 сәуір дүниежүзілік спорт күніне орай гимназия қабырғасында 5 сыныптар арасында көңілді эстафеталық ойын өткізілді. Байқау кезеңдері мен нәтижесі жайында әріптесім Арланбек Назерке тарқатады. Оқушылардың дене белсенділігін арттыру, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында эстафеталық ойын өтілді. Бұл ойында сынып жетекші мен оқушылар бірлескен команданы құрай отырып, кім жүйрік паровоз, арқан тартыс сынды кезеңдерден сүрінбей өтіп, күш сынасты. Ойын соңында бірінші орынды 5-ші Ә сыныбынан құралған жалын тобы, екінші орынды 5-ші В сыныбынан құралған барс тобы, 5-ші Г сыныбынан құралған жастар, 5-ші Д сыныбынан құралған тұлпар, 5-ші Ж сыныбынан құралған сұңқар топтар иеленсе, 3-ші орынды 5-ші А сыныбынан құралған жүйріктер, 5-ші Б сыныбынан құралған қыран, 5-ші Е сыныбынан құралған болашақ топтары иеленді. Ғарыш. Бұл адам баласының арманы мен асқақ қиялының шегі. Гимназия қабырғасында ғылым мен жаңалыққа құштарлықты оятатын ерекше күн өткізілді. 12 сәуір адам баласы алғаш рет ғарышқа қадам басқан тарихи сәт. Осы айтулы күнге орай оқушыларымыз іс-шараға қатысып, ғарыш туралы білетін тың ақпараттармен бөлісіп, және де өз қиялдарына ерік берген болатын. Толығырақ Берікқызы Шырайлым тарқатады. 12 сәуір халықаралық авиация және де ғарышкерлер күніне орай 3-ші сыныптар арасында ғарыш әлемінде шығармашылық байқауы өткізілді. Байқау Қазақстаннан шыққан ғарышкерлер туралы өлең шығару және де ғарыш әлемде макет жасау бөлімдерінен тұрды. Қатысушылар 1-ші, 2-ші, 3-ші орындармен марапатталды. Жеңіс күні. Жүректерді толқытатын, ел жадында мәңгілікке сақталатын қасиетті күн. Жеңістің 80 жылдығына орай гимназияда «Жеңіс рухы жүректе» атты марапаттау шарасы өткізілді. Іс-шара білім, спорт, өнер саласында жетістіктерге жетіп жүрген оқушыларымыздың жетістігін паш ету, жасөспірімдерді отансүйгіштікке, патриоттыққа баулу мақсатында өткізілді. Жеңіс күнінің 80 жыл толуына орай Жеңіс саябағында 7-ші сыныптар арасында бейбіт күн батырлар сыйы тақырыбында ашық аспан астында сурет салу байқауы өткізілді. Толығырақ Арланбек Назеркеден білейік. Оқушылар саябақ ішін аралап, ондағы тарихи нысан ескерткіштермен танысты. Бұл іс-шарада оқушылар тақырып аясында суреттер салып, бейбітшілік пен ұлы отан соғысы ардагерлерінің еңбегін бейнелеуге тырысты. Сондай-ақ бұл байқау арқылы оқушылардың патриоттық сезімдерін оятып, тарихқа деген қызығушылығын арттыра түстік. Назар сізден, жаңалық бізден болсын. Жаңалықтар легін гимназия жетістіктеріне жалғастырайық. 2025 жылдың 5 сәуір күні 10-11 сынып оқушыларына арналған математика пәнінен алтын түлек олимпиадасының республикалық кезеңі өтті. Олимпиада қорытындысы бойынша гимназиямыздың 11-ші Б сынып оқушысы Сәрсенбекова Сафият 1-ші орын және Алматы қаласы Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің 100% білім грантының иегері атанды. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы атты 8-11 сыныптар арасындағы қалалық пікірсайыс турниріне белсене қатысып, жүлделі 3-ші орынды иеленгені үшін Қазақтар фракциясы Мүслім Арман мен Шәріпхан Санжар марапатталды.
2025 жылдың 5-7 сәуір аралығында Талдықорған қаласындағы Кёкушин Будакаем каратэден өткен Қазақстан Республикасының кубогы жарысына Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45 қазақ классикалық гимназиясының каратэшілері қатысып, жүлделі орындармен оралды. 13 жас ерекшелігі бойынша қалалық жас ұланның жұлдызы атты патриоттық ән байқауына қатысып, үздік өнер көрсеткені үшін Сағандық Раяна 1-ші дәрежелі диплом иеленді. Қымбатты көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Жұмахан Анар. Ұлы жеңістің 80 жылдығымен баршаңызды құттықтаймыз.